Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін 5 минутта дайын болатын өте жеңіл, дәмді қызыл капустадан жасалған салатпен бөліскім келеді. Алдымен осындай қызыл капустамызды алып, екіге бөліп, арасындағы қатты жерлерін алып тастаймыз. Бұл салатты кез келген тағамның қасына қосып жесеңіздер, тағамның дәмін одан да ерекше ете түседі. Капустамызды видеода көрсетілгендей барынша жіңішке ұзын етіп турап аласыздар. Үйде бар көк шөптерді тураймыз. Мен мұнда кинза қостым, укроп, кішкене бөлік селдері турадым. Қолымызды жақсылап жуып алып, немесе перчатка киіп, капустамызға азырақ тұз салып, қолымызбен 3-4 қайтара мыжимыз. Капуста кішкене жұмсарып, суы шығу керек. Туралған көк шөптерімізді саламыз. Оның үстіне кукуруза қосамыз. Майонез немесе қаймақ қосып араластырсаңыздар болады. Жазап көріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.